Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясында өңірімізде коворкинг орталықтары көптеп ашылып, балалардың бос уақытын тиімді өткізуге мүмкіндік жасалуда. Сондай бір орталық Шыңғырлау аудандық балалар кітапханасы жанынан пайдалануға берілді. Тегін қызмет көрсететін орталықтың ашылуы мектеп шәкірттерін зор қуанышқа кенелтті. Толығырақ тілші тарқатады. Заманауи талаптарға негізделген коворкинг орталығының ашылуы жас буынның көптен күткен қуанышы болды. Сабақтан тыс уақытта мектеп шәкірттері осында келіп, өздеріне ұнаған істерімен шұғылданады. Ой көкжиегін кеңейтіп, үстел-үсті ойындармен айналысуға барлық жағдай жасалған. Ауылымыздағы балалар кітапханасына аптасына бірнеше рет келіп, өзіме қажетті кітаптарды алып оқимын. Енді бұдан да жиі келетін болдым. Себебі іні-сіңілілермен бірге келіп мультфильмдер көруге, достарыммен, сыныптастарыммен бірге караокеде ән шырқауға, әртүрлі үстел ойындарын, дойбы, шахмат, тоғызқұмалақ секілді ойнауға болады. Жас ұрпақтың шығармашылық әлеуетін ашып, тұлға ретінде жан-жақты дамуына септігін тигізер орталыққа енді балалар жиі келері анық. Коворкинг орталығының барлық қызмет түрлері тегін әрі қолжетімді балаларға. Аудандық балалар кітапханасы жанынан есігі айқара ашылған орталық 4 аймақтан құралған. Балалардың жас ерекшеліктеріне қарай бөлінген бөлімдерде қажетті оқу құралдарымен де толық жабдықталыпты. Әсіресе кітапқұмар балғындар үшін мүмкіндік мол. Бұл коворкинг орталықтары барлық біздің өңіріміздегі аудандарда, ауылдық елді мекендерде ашылып жатыр. Бұл орталықтың түпкі мақсаты балалардың ой өрісінің дамуына, білім және таным көкжиектерінің дамуына, өрістерінің кеңеюіне, сөздік қорларының молаюына, жалпы шығармашылықтың жаңа үрдістерімен танысып, олардың рухани байуына көмектесетін орталық деп есептеймін. Шыңғырлау ауданында коворкинг орталықтарын көптеп ашу алдағы уақытта да жалғасын табатын болады. Ұлықпан Илеу, Владислав Ишкулов, Айдос Қисымов, Ақ Жайық телеарнасы, Шыңғырлау ауданынан.